Армысыздар, белсенді ел жобасының көрермендері. Жазда келіп күн ысыды, алайда қандай ауа райы болмасын, дене шынықтырумен айналысу денсаулық үшін өте маңызды. Дегенмен қан қысымы мәселелері бар жандар үшін бұл біраз қиындық туғызатыны анық. Сондықтан бүгін біз осы артериалды қан қысымы мәселелері бар жандар жаздың күні қандай дене шынықтырумен айналысуларына болатындығы жайлы сөз қозғаймыз. Осы мәселені талқылауға бізге жоғары санатты кардиолог Гүлзия Құсайын ханым келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Студияға қош келдіңіз. Қош көрдік. Вақтыңызды бөліп, бізге арнайы студияға келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал енді сұхбатымызды бастасақ, өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен өзім жалпы Қытай азаматымын. 2014 жылы қоныс аударып Қазақстанға, Астанаға келгенмін. Жоғары оқу орнының резидентура бәрі Қытайда, ішкі Қытайда, Нанжин деген қалада. Сонда оқыдым. Осы Қазақстанға келерден бұрын 98 жылдан бері жұмыстамын. Қазірге дейін 20 жылдан артық стаж. Қазір кезде ұлттық ғылыми медицина орталығында жұмыс жасаймын. 20-80 мм сынап бағанасы қалыпты қан қысымы екені мәлім. Алайда кейбір жандарды кездестіріп жатасың, мысалы үшін менің қалыпты қан қысымым 140-та 100 деп жатады, немесе одан кішкене төмендеу болып жатады. Негізі қалыпты қан қысымы қандай, осы қан қысымы жайында бастасақ? Жақсы, ең алдымен айтып тұрсыз қан қысымы. Қан қысымы деген өзі не? Қан қысымы дегеніміз, мен барынша қазақша сөйлеуге, қан тамыр мысалы, қан тамырдың ішінде ағып жатқан сұйықтық, сол қан болсын, сол сұйықтықтың қан тамыр қабырғасына бірлік ауданға жасаған қысымы. Жалпы мысалы давление деп жатыр. Сонда ол қанның ішіндегі қан тамырдың қабырғасына түсіп жатқан қысымы. Ал енді бұның нақты стандарты бойынша, мысалы Америкада өзінің кардиология қауымдастығы бар, артериал гипертензияның өзінің қауымдастығы бар, Еуропаның өзінің стандарты бар. Өкінішке орай енді бізде Қазақстанның жоғары қан қысымына арналған деген өзіміздің қауымдастықтың, өзіміздің бір гайдлайн дейді ғой, нұсқаулары өзімізде арнаулы жоқ. Біз тосып отырамыз, Американың шығады, Еуропаның шығады, сосын Ресейде орысша аударылады, соның бәрін жиынтықтап әкеп біз қолданамыз. Бірақ енді бір жақсы жері былтырғы кезде, осы 20 жылы майда дүние жүзі артериал гипертензия қоғамы, қауымдастығы бірлескен осы WHO, дүние жүзі денсаулық ұйымымен бірлесе отырып, жалпы дүние жүзіне арналған бір нұсқау жариялады. Гайдлайн. Өткен әрбір елде қазіргі адамдардың тұрмыс өресіне байланысты, мәдениет деңгейіне байланысты, олардың осы қан қысымды бақылау, оны контролдау дейміз ғой. Емдеу деңгейі әртүрлі болғандықтан әр елдің стандарты әртүрлі. Жалпы сол былтырғы майдағы айтылған ең жаңа нұсқау бойынша бұрынғы кездегі 140-90 дегенді сақтап қалды. Қайтады? 140-90. Мысалы, өлшегенде үнемі айтып отырады. Жоғарысы қанша, төмені қанша деп жатады. 140-90-ға тең, немесе одан жоғары болған кезде. Немесе төмен қан қысым 90-нан жоғары болған жағдайда да біз бұны қан қысымы жоғары деп айтамыз. Енді жаңағы сіз айтқан 120-да 80 деген ол енді идеальный, бәр адам армандайтын қан қысым. Жалпы 135 пен 85 деген қан қысым көтерілдің белгісі деп байқалады. Бірақ 140-90-нан асты деген кезде оған бірінші дәрежелі артериал гипертензия, жоғары қан қысым ауруы деген диагноз қоюға болады. Яғни осы жоғары қан қысым ауруларына қандай факторлар әсер етеді? Енді қараңыз, ең алдымен жаңа біз қан қысымы деп жатырмыз. Қанның ішіндегі айланып жүрген қанның қабырғасына жасаған. Біріншіден осыны қалай өлшейді? Ең алдымен біз осыған тоқталсақ. Мысалы, біреу айтады, мен үйде өлшедім, 150 еді. Ал мында өлшедім, 120 еді дейді. Бұл енді көрінбейтін бір, шынын айтқанда халықарада бұны әзір silence killer дейді. Тыныш жатқан киллер деп айтады. Өйткені ол температура болып жатқан жоқ, әкетіп бара жатқан жоқ, бір пневмония сияқты. Кейбір адамдарда тіпті клиникасы да жоқ. Өзі айтып жатады. Қазақтар негізі дұрыс айтады, тұрақсыз қан қысым. Ол не үшін тұрақсыз? Сіз айтқандай ол көп факторларға әсер етеді. Біз өзі қан қысым ауруын екіге бөлеміз. Үлкен тобынан біріншілікті, екіншілікті. Өзі айтып тұр, біріншілікті деген сөз
ол себебі анықталмаған, ол қазақтар айтады, мен қанымда бар дейді. Көрдіңіз ба, ол сізден себеп сұрамайды. Менің қанымда, бұл біріншілікті. Енді екіншілікті деген бар, ол әртүрлі себептен, немесе басқа аурулардан, метабол синдромнан, тіпті осы дене белсенділігінің аз болуы да оның бір фактор. Сондықтан біз енді факторларды негізінен екі топқа бөлуге болады. Біреу басқарылатын, біреу басқарылмайтын. Мысалы, басқарылмайтын ішіне адамның жасын біз басқара алмаймыз. Жасы өскен сайын қан қысымы ауруының қаупі жоғарылай береді. Әсіресе 55-тен жоғарылаған, әсіресе әйел адамдарда етеккір тоқтағаннан кейін. Ал екінші біреуі тұқым қуалаушылық. Оны да біз басқара алмаймыз. Ал үшінші біреуі қоршаған орта. Енді қоршаған орта деген қызық, мысалы Азия мен Еуропа ұқсамайды. Бір елдің ішінде де кейбір кісілер бізге келіп айтып жатады, мен Қызылордадағы кезде давлением түспей жатыр, қан басым болдым, қан қысым жоғары. Астанаға келдім, түсіп қалды. Ал енді сіз жаңа басталғанда айттыңыз, ыстық күнде деп. Температураның өзі қоршаған орта. Сол үшін жаңа мен айттым ғой, бұл қалай өлшеуде деп. Негізі өлшеген кезде науқас үйінде, мысалы енді поликлиникаға келді дейік, ол кемінде 3-5 минут демалу керек. Келгеннен кейін. Ал өлшеуден жарты сағат алдында темекі тартпау керек, кофе ішпеу керек, жаттығу жасамау керек, мысалы дене тыныш күйінде болу керек. Сонсоң оны өлшеген кабинет өте ыстық болмау керек, өте суық болмау керек. Көрдіңіз ба? Сол үшін ол мына кабинетті өлшегенмен, мына кабинетті өлшеген ұқсамауы мүмкін. Ал енді поликлиникада мысалы енді ондай жағдай шынын айтқанда жасалмайды. Мен сізді отырғызып, асықпай отырсам, артындағылар кезекте тұрғандар бар. Ал оған ішінде отырған адам вайымдап бастайды. Мен тез болсам болушы еді. Көрдіңіз ба? Бұл не деген сөз? Нерв жүйесі де бұған әсер етіп тұр деген сөз. Сондықтан бұл факторлардың ішінде жаңа сіз айтқанның өзінен екеуін біз тауып аламыз. Бірі температура, қоршаған ортаның температурасы, жаз немесе қыс. Бірі дене белсенділік. Қауіп әзір, енді қауіпті факторлар өте көп. Оның ішінде енді біздің тұрмысымызбен төте қатысты. Біреуі мысалы темекі тарту ұзақ уақыт, семіздік, сахар, қант диабет деп айтамыз ғой, қандағы қанттың мөлшерінің жоғары болуы. Ал содан кейін біреуі мысалы дене белсенділігінің төменділігі. Айтамыз біз ұзақ уақыт қозғалмай отырған адамдардың қан қысымы тез көтеріледі деп. Сол үшін де жаңа сіз дұрыс бастадыңыз, мен өте қуаныштымын. Қан қысымы ауруы деген ол созылмалы жағдай. Енді мына мен сізге бүкіл себебін, факторларын айтудағы мақсатта негізі оның ем шараның ішіндегі біз өте маңызды тараудың бірі дене белсенділігімен шұғылдану керек. Жаңа сіз климаттың да, ауа райының да жаңағы әсер ететінін айтып қалдыңыз. Негізі менің де өзім басым ауырады, анда-санда енді бас ауырып тұратын болады. Сонда бір тексерілгенде мына мидағы қан тамырларының қысылуы деп айтқан болатын. Себебі стресс деді, білмеймін немене деген стресстер болғанын ол уақытта. Әйтеуір стресс сондай деп айтылды. Сосын енді шетелге оқуға кетіп бара жатқанда жаңағыдай дәрілерімізді өз жақтан өзіміздің енді үйреніп қалған алып кеттім, бірақ бір жылдың ішінде мұндай бас ауырылған мүлдем болған жоқ. Енді стресс, например, мысал үшін стресс сол уақытта біраз болды. Өйткені оқу болды, оның үстіне жүктілік болды. Енді стрессті былай алдым деусем де болады, бірақ неліктен екен білейін, бірақ басым ауырған емес ондай. Осы жақта ауыратындай. Енді оның өзі мысал үшін жүруді дене белсенділігіне жатады ғой. Енді біз ол уақытта көбінесе көлікпен жүрген жоқпыз, автобусты да қолданбадық. Көбінесе үймен кітапхананың арасында, университеттің арасында жаяу жүрдік, көп жаяу жүрдік. Соның да себебі болуы мүмкін бе онда? Әрине, енді жаңа сіздің сөзіңіздің өзінен мен бірталай риск факторлар тауып алдым. Және де бұрын айтатын қан басым деп айтады, қан қысым деп айтады, гипертоникпіз деп айтады, артериал гипертензия деп айтады, жалпы басым сақинасы деп айтады қазақтар. Жалпы қараңыз, бұл бұрынғы кезде 50 жастан жоғары адамдарда көп болған. Жастардың ауруы емес сияқты. Сіздің жасыңызда мүлдем оны ойламауға тиісті сияқты болған. Қазір тіпті менен жас адамдарды кездеседі. Жастар емес, қазір кезде білесіз ба, балалардың да әзір артериал гипертензиясы байқалып жатыр. Бұл мысал жаңа мен сізге ортаған қорша дедім ғой. Мына біз қоршап отырған орта. Бұның ішінде температура ғана емес, бұл экологияға да бұған байланысты. Сонсоң далада мысалы дене шынықтыруды біраздан кейін тағы тарқататын шығармыз. Дене шынықтырғанның жөні сол деп далада өте ұзақ уақыт жүруден керісінше зиянды.
осы қан қысымы мәселесі бар адамдар үшін. Иә, сол үшін қараңыз, бұны біріншіден мен ойлап тұрмын, жаңа сіздің айтқаныңызда басым ауырды дейсіз. Басы қалай клиника болады? Көп адам сіз сияқты басым ауырды, басым айланды, көзім қарауытты, мына желкем тартты, жүрегім айныды, құсқым келді. Кейбіреу айтады, бір жерім ауырып тұрған жоқ, бірақ мазасызданып тұрмын. Әйтеу ұйқым келмейді. Түнде ұйқым қашты. Кейбіреу айтады, шаршай берем. Көрдіңіз ба? Бұның клиникасы өте көп. Енді біреулері бар, мүлде клиникасы жоқ. Сондықтан негізі 18 жастан асқан азаматтарға жылына кемінде бір рет, мысалы денсаулық сақтаудан өткен кез болсын, өздігінен артериал давлениесін өлшеп тұру керек. Өзінің қан қысымын түсіну керек. Өйткені жаңа көрдіңіз, ол тек қана температура емес, адамның өзінде де сіз стресс алдым дейсіз, бұл сіздің рухани күйіңізбен де байланысты. Сондықтан біз айтамыз, жоғары қан қысымы бар адам қатты қуанбау керек, қатты ашуланбау керек, көңіл күй жақсы болу керек. Жастарға айтарымыз, қатты шаршамау керек. Әзір бәр адам жұмыс, әрине жұмыс әзір, бәр адам енді стресс деп осылай қойып алды. Негізі кейбір адам стресс жоқ болса да, ой ғой. Құр ой, жүкем тозды. Қазақтар негізі дұрыс айтады ғой, қаным басыма шапты дейді. Көрдіңіз ба, жаңа сіз айтып тұрсыз, миымның қан тамырлары. Ал егер сіз тексеруден өтпесеңіз, миыңыздың қан тамыры қысылып тұрма, сіз білмес дедіңіз. Бәлкім ол сіздің миыңызға әсер етті, басқа адамның, біреуінің жүрегіне, біреуінің бүйрегіне, жалпы риск факторларды таратып айта берсе өте көп. Бірағында қазіргі кезде ең маңыздысы салауатты өмір салтын сақтау, дене белсенділігімен айланысу, өзінің жағдайын өзі түсіну. Мысалы, әзір отырған екеуміздің қан қысымыз екі түрлі. Маған ұнаған, сізге ұнамайды. Соң бір стандартпен сахарын диабет, қант диабеті бар адамға, артериал гипертензиясы бар адамға, екі адамның дене салмағына қарай ол әртүрлі болып келеді. Сол үшін жаңа сіз айтып отырсыз, соның ішінде қаншама риск факторы кетті. Көп қимылдамағансыз, жасыңыз жылдан жылға өсіп жатыр, депрессия болғасы, жүктілік қосылған. Көрдіңіз ба? Бұның ішінде екіншілік давлениенің да, мысалы артериал қан қысымының да себептері, соның салдарлары кетіп жатыр. Ал осы ағзаға әсері қалай болады қан қысымы? Ағзаға дегенде жаңа айтып жатырмыз, қанның ішіндегі қан қысым, қан тамыр қай жерге барады, ол негізі бәр жерге әсер етеді. Бірақ қазіргі кезде ең маңызды әсер ететін әрине ми, жүйке жүйесі, жүрек, бүйрек, көз, содан кейін тамырлар. Мысалы, кейбір кезде біз айтамыз, жап-жақсы жүреді, аяқ астынан инсульт болып қалды. Көрдіңіз ба? Бұл қан басым, қан қысымды жақсы контролдамағандан, біресе жоғары, біресе төменнен, сол кезде сіз айтқандай стресс алған шығар, бір ерекше жағдай болған шығар. Содан мысалы ми қан тамырлар жарылып кетуінен де, оның бітеліп қалуынан да инсульт алады. Кейбіреулер инсульт алмаса да TIA дейді, мысалы, бір мезетті қан тамырлар тосылуынан. Мысалы, бір күн памятін жоғалтып қалады, мысалы, қатты кризис береді. Ал енді жүрекке де әзір кезде екінің бір стенокардия деп жатады. Стент қойдық дейді, шунт тіктік деп жатады, клапандар ауру деп жатады мысалы. Бұл оның жүрекке болған әсері. Сондықтан негізі артериал гипертензияны жүрек қан тамыр ауруы дейді. Өйткені бұның насосы жүректе тұр ғой. Сіз егер мына жақта қан қысымды жақсы контролдамасаңыз, ол қатты жұмыс істейді. Соң жүректің өзінің құрылысында да өзгеріс болады. Гипертрофия дейміз ғой, жүрек бұлшық етінің қалыңдауы. Содан кейін ол бірталай. Ал енді біреу бүйрек. Мысалы, сіз үнемі естіп жатасыз. Жоқ, менде қан қысымы жоқ, менікі почечный давление. Менікі бүйректен. Енді қараңыз, бүйрек аурулары екіншілікті себеппен қан қысымды көтереді. Бірақ қан қысымнан бүйрек ауруды келді. Көрдіңіз. Соң ең маңызды тағы біреуі көз түбінің аурулары. Көзің қантала кетіпті. Саған не болған? Көзің неге қызарып кетті дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан давлениесі бар адам негізі осы 5 бағыт бойынша жылына бір рет көз түбін тексертіп тұрған абзал. Енді басқа қан тамырлар дегеніміз, мысалы перифериялық аурулар, оның ішінде ең маңыздысы
үлкен артерияның мысалы ішкі пердесінің жыртылып кетуі, мысалы диссекшн. Кейбір кісілерді ұйықтап жатып оянбай қалды дейді. Кейбір кісілер ауыр бірдеңке көтеріп еді, құлағын беті кетіп қалды дейді. Оның бәрі инсульт, инфаркт болуы екі талай. Біздің жұмыста да енді өте жиі кездеспесе де біз осылай ауруларды кездестіреміз. Қан қысымымен келеді. Енді өзіңіз ойлаңыз, ішкі пердесі жыртылғаннан кейін ол әдетте 3 қабат болады артерияның қабы. Ол мына жерден қалташат шығады. Мысалы, аневризма болады, диссекшн болады. Ол жарылып кетсе, енді өзіңіз ойлаңыз, оны сол мезетте өміріне аса үлкен қауіп төнеді. Сондықтан енді бәр адамның денесіне әсер етеді, дегенмен де осы ми, жүйке жүйесі, ми, жүрек, бүйрек, көз түбі және перифериялық, мысалы, тамырлар, үлкен тамырлар. Енді сіз жаңа айттыңыз, осы қан қысымы жоғарылауын немесе төмендеуін алдын алудың бірден бір себебі дене белсенділігімен айналысу. Алайда осындай ыстық күндері де адамға кері әсерін тигізіп те жатады дедіңіз. Енді бірақ Д3 деген де дәрумен бар. Оны да алу керек. Сонда қандай ауа райында адамдар далаға шығып дене шынықтыруымен, яғни дене белсенділігімен айналыса алады? Қандай түрлерінде? Енді әрине дене белсенділігі өте маңызды, бірақ ол бірден бір шешуші емес қой. Бірақ дене белсенділігімен бұрынғы кісілерден не қылып жүрсің десе, қан таратып жүрмін дейді. Бұл сөздің де ар жағында сөз жатыр. Ал отырған кезге қарағанда, жүргенде, сіз қимылдағанда қан жақсы айланатынын айтып тұр. Бірақ енді тек қана ыстық емес, өте суық, боранды күндер, өте қатты ыстық күндер, жүрек қан тамыры аурулары бар науқастарға оларға қолайсыз. Өйткені былай көз алдыңызға келтіріңіз, температура көтерілді. Температура көтерілген кезде адамның перифериялық тамырлары ашылады. Олардың ішіндегі қан мөлшері көбейеді. Бұлар айланып барып жүрекке құяды, жүрекке нагрузка түсіреді. Енді бірі сіз далаға шыққанда ыстықтайсыз, температура көтеріліп, жүрек қатты соғады. Жүректің ритмі көбейеді. Ол насостың сіз оның қызметін арттырып тұрсыз. Енді бір жағынан адам ыстық күнде ешкім жайбырақат жүрмейді ғой. Ыстықта ашуланғыш келеді, оның эмоцияға берілгіш келеді, негативті бұзылыстар алып келеді. Ол кезде артериялық қан қысымын нерв жүйесімен әртүрлі гормоналды жүйе төте әсер етеді. Сондықтан ол қан, ал енді бір жағынан жоғары температура кезде тері көп шығады, қан қоюланады. Яғни 30 мысалы қатты ыстық деп ауа райы мәліметінде беріп жатады. Мысалы Астанада 40 градус болмаса да бізде 30-дан асқанда қатты ысып кетеді. Әрбір жер әртүрлі. Сонда қараңыз, ол температура жоғарылағанда, тері көп шыққанда қан қоюланады. Қоюланғанда қанның жабыспақтығы жоғарылайды. Ол деген сөз тромб тез қалыптасады. Ал енді біреуіне жаңа айтып жатырмыз ғой, әр жері әртүрлі. Кейбір жер өте ылғал болады. Ылғалды температурада күн ысыған кезде оттегі азаяды ауаның ішіндегі. Ол кислород азайғаннан кейін адамға кері әсер. Ал енді суық кезде, мысалы, бұлшықеттер жиырылады, өзін қорғау үшін ол қысады. Мына бүкіл периферияның қысымы жоғарылайды да, ол давлениені көтеріп жібереді. Сол үшін өте қатты ыстық кезде шығудың қажеті жоқ. Жалпы аптасына 7 күн бойда емес, аптасына 5 күнде жеткілікті. Оның ішіне жаңа өзіңіз жүру деген кезде жалпы баяу жүру, жаяу жүру. Ол бірден шыға салып, ең қорқынышты, ең жаман жағдай, мысалы, жалпы осы ауру түсіну керек. Мен осы ауру болды, мен шешім қабылдадым, ертеңнен бастап дене шынықтырам деп салып ұрып жүгіру қажет емес. Оны ақырын, ұзақ вақыт бір қалыпта ұстап тұруымыз керек. Мысалы, жаңа өзіңіз айттыңыз, баспалдақтан шығу. Ол да өте жақсы. Ақырын жүру. Егер ол жас кісі болса, ақырын жүгіруге де болады. Сонсоң велосипедке ол да жақсы. Сонсоң суда жүзу жағдайына қарай. Бірақ жалпы біздің науқастарымыздың көбі тек қана артериялық қан қысымымен ауырмайды. Сахарыны, қант диабеті болады, жүрек аурулары болады, инсульттан кейін болады, қосымша аурулары көп адамдар болады. Сондықтан жалпы беттік біз көбінесе жаяу жүру, немесе ақырын жүгіру. Жүрудің ішінде баспалдақпен көтеріле ма, серуендеп жүре ма, ал бір ретінде жарты сағат мөлшері. Егер ол жас кісі қосалқы ауру жоқ болса, енді 1 сағатқа дейін. Бір күнде 2 сағат жүріп, ертеңде талып жату, бұл керек емес. Өйткені ол созылмалы жағдай. Сіз оны қабылдайсыз, сіз онымен күресіп жүрсіз.
тіпті онымен дос боласыз. Сіз оған күнделікті аптасына 7 күн немесе 5 күн әр кезекте жарты сағат мөлшері. Мысалы үшін Жапонияда ер азаматтардың арасында зерттеу жүргізген екен, сонда күнделікті 20 минут жүрудің өзі осы қан қысымы жоғарылауын алдын алатынына дәлелдеген екен. Қаншалықты келісесіз? Әрине, бұнымен толықтай кезіктем, бірақ бұны біз шешіп алуымыз керек. Біріншісі ол жаяу жүру, екіншісі баяу жүру, үшіншісі ол ұзақ уақыт бойы. Ол мысалы бір күн жүріп 5 күн демалып деген сөз емес. Сондықтан жаңағы айтқан сияқты жоғары қан қысымы бар аурулар өте ыстық емес күнде шығып жүруіне, шамалы жүгіруіне де болады. Бірақ енді өзіңіз әзір дене белсенділік туралы айтып тұрмыз. Мен өзімнің науқастарыма да айтам. Біздің ең оларға тиімсіз жағдай бірден шығып денені қыздырмай тұрып жүгіріп кету. Немесе тез жүріп кету. Өйткені сіздің денеңіз әлі дайын емес қой. Сондықтан біз айтамыз жаяу, баяу жүру, жаяу жүгіру, баяу жүгіру. Енді оларға жасамауға тиісті дене шынықтыруды да айтқым келіп тұр. Жастар әсіресе фитнеске барады, ауырлық көтереді. Қазіргі кезде қан қысым бар аурулар негізі басы белінен төмен болмау керек. Ең бір қарапайым. Ол қалай деген сөз? Енді кенеттен, тұтқиылдан енді резкі деп айтамыз ғой, мысалы. Жерден, мысалы, ауыр нәрседен жұлып алмау керек. Мысалы, сіз фитнеске бардыңыз, ақырындап, мысалы, ер кісілер әсіресе. Сондықтан мен өзім науқастарыма айтам, мейлі телефон шырылдап жатсын, мейлі есікті біреу қағып жатсын, былай жатқан адам орнынан бірден тұрып жүгіріп кетуге болмайды. Өйткені ол сіз жатқан кезбен, отырған кезбен жүрген кез. Бұл өзі қан тамырдың ішінде қозғалысты күй ғой. Сондықтан дене шынықтыруда жаңа тағы да қайталап айтам, бірден үйден шығып тез жүруге тиым салынады. Біртіндеп бастау керек. Біртіндеп бастау, үнемі жалғастырып отыру. Соң жаңа енді бас белден төмен болмасын деп тұрғанда, ауырлық көтергенде өте мұқият қадағалау керек. Егер фитнеске барсаңыз, міндетті түрде өзіңіздің жаттықтырушыңызға айтуыңыз керек. Менің осындай ауруым бар, сол кезде өлшеуіңіз керек. Енді сіз үйден шығатын кезде мейлі күн жақсы болсын, жаман болсын, негізі дәл сол кезде өлшемесеңіз де сол күнгі өзіңіздің қан қысымыңыз қанша екенін біліп тұрғаныңыз дұрыс. Егер қан басыңыз көтеріліп тұрса, өзіңіз беймаза болып тұрсаңыз, жүрудің қажеті жоқ. Ой, мен аптасына 5 рет жүруші едім, жүріп келейінші. Демалып барып жүру керек шығар. Оған керек емес. Немесе түсте дәріңізді іштіңіз, демалдыңыз. Түстен кейін бәрі қалыпты, жағдайыңыз жақсы болса, жүруге болады. Осы дәрі дедіңіз, дәрінің әсері жақсы ма, дене белсенділігінің әсері жақсы ма? Енді салыстырмалы түрде айтса екеуін. Енді бұнда біз қан қысым ауруларының емі жағына кетеміз. Жалпы емді 2 топқа бөлеміз. Бірі дәрісіз, бірі дәрімен. Дәрісізді көбінесе алғаш рет анықталғандар, соң жеңіл дәрежедегі қан қысым аурулары дәрісіз емделгісі келеді. Дәрісіз емделудің ішінде ең бастысы дене салмағын қадағалау. Салмақ тастау мысалы. Дене салмағының индексі деген болады. Дене салмағымен өзінің бойының биіктігіне қарай оны сізге есептеп береді. Екінші біреуі дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтанудың ішінде мысалы ең бастысы қантпен май ғой, холестерин мен сахар. Оны мысалы қадағалап тұру керек. Егер жоғары болса дәрі ішу керек. Сосын барып біз дене белсенділігі лайықты түрде дене шынықтыру. Енді тамақтың ішінде әрине ең маңыздысы тұз. Ас тұзы. Ас тұзын мүлдем ішпей қоюға да болмайды. Өте көп ішпей. Әзіргі кезде тұсынып жүрген доза жалпы күніне 5-6 грамм. Бұл деген сөз тамақтың тұзы қалыпты болса негізі аспайды. Енді сүрленген етті көп жеп қоямыз. Кейбір кезде өзімізде жақсы көреміз. Сондықтан тамақтың тұзын, майын, сахарын контролдау. Соң қазіргі кезде көкөністарды, жеміс жидектерді көп қолдану. Негізі бұршақ өнімдерінде көп қолдануға кеңес береді. Кәрістер, Япон, Қытай елдері, азиаттар көбі бұршақ өнімдерін көп қолданады. Енді өкінішке орай бізде қазіргі кезде айту фасол деп қосып жатады ғой жастар, негізі ол да дұрыс. Енді дене белсенділігі дегенде тек қана осы жоғары қан қысым аурулары емес,
қант диабеті, жүрек аурулары, инсульттан кейін осылай өкпе аурулары, мысалы ковид кезінде де бәріне де дене белсенділігі өте маңызды. Бұл осы дәрісіз емдеудің, енді бүгін біз негізінен дәрісіз емдеуді айтып жатырмыз ғой. Дәрісіз емдеудің ішіндегі ең үлкен нақты шаралардың бірі. Өйткені жаңа біз алғашында айтқандай, басқарылмайтын факторларға біздің амалымыз жоқ. Біз осы басқарылатын факторларды контролдауда дене белсенділігінің маңызы өте зор. Енді бір ескертетін жағдай, егер сіз дәрі ішіп жүрсеңіз де, тұрақты түрде тіркеуде тұрсаңыз да, дәрімен бірге дәрісіз емді міндетті бірге алып жүруіңіз керек. Сол үшін дене белсенділігі дәрімен емделген, дәрісіз емделген барлық науқастарға керек әрі ұсынылады. Гарвард университетінің түлектері зерттеген екен, бірақ онда интенсивті жаттығулар баяу жаттығулардан қарағанда пайдасы жоғарылағанын көрсеткен екен. Сонда қалай айырмашылығы? Енді қазір жаттығу туралы негізі спорт медицинасы деген жақсы дамып жатыр. Біз енді кардиолог ретінде айтамыз ғой. Кейбір кісілер айтады, наоборот, ауырлық көтеру керек. Керісінше айтады, мысалы. Наоборот, мысалы, жаңағы диетаның ішінде шамалы спирт ішу керек. Көрдіңіз ба? Біз енді өзіміздің халқымыздың жағдайына, мен осы Қазақстанға келгеннен бері осында халықтың жағдайына, олардың қабылдауына, тұрмыс өресіне негізделіп, менің ойымша біз бәрібір азиаттықпыз ғой. Бізге баяу қозғалыс, тұрақтылықты сақтау, оны үнемі жалғастыру көп ұсынып жүрмін. Өйткені, мысалы, сіз айтасыз, ол қалай түсінетін, оның түсінігі басқаша ғой. Ол шығатта ауырлық көтереді. Өйткені бізде өте көп кісілер, мысалы, соғым сойып жатқанда, ананы көтерді, сол жерде құлады. Көрдіңіз ба? Өйткені біз шетелдегі азаматтар сияқты үнемі дене белсенділігін сақтап жүрген адам емеспіз. Міне. Көрдіңіз ба? Біз өзіміз айтпақшы, қайдасың десе, келе жатырмын дейді. Не істеп отырсың десе, телевизор көріп жатырмын. Көрдіңіз ба? Біз жатамыз. Сіз кемде кем адам айтады, мен шынығып отырмын. Олай айтпаймыз. Сондықтан мен оларға айтам көбінде. Біз дене белсенділігі енді Аллаға шүкір қазіргі кезде өте жақсы, әсіресе жастарда. Біз белсенділікті негізі жоғары қан қысым аурулармен ауырылатын, әсіресе үлкен кісілер, әсіресе диагноз қойылған, енді мына ыстықта, суықта қалай шығам деп отырған адамдарға айтқанымыз дұрыс сияқты. Енді бір ескеретін жайт, шыныққан кезде, тіпті әдетте жүргенде де ыстық күнде өте тыртысып тұратын тар киім киінбеу. Сондықтан мына жоғары түймелерді, жеңнің түймесін тыртыстырып түймелемеу. Сіз қозғалыс кезде болсын, жүріс кезде болсын, ол сізге керісінше зиянын тигізеді. Сол үшін енді әрбір жердің зерттеу әртүрлі. Біз қанша науқасқа айта аламыз? Бізді көрген адамға ғана айтамыз. Бұл енді сіздің программаңыз арқылы көптеген адамдар осы жағдайды білсе екен. Біріншіден өзінің жағдайын түсінсе, менің қан қысым қанша? Менде артериал гипертензия деген ауру бар ма, жоқ па? Ал болса, оны түбегейлі тексеру керек. Түбегейлі тексеру дегеніміз бұрынғы кезде, мен алғаш келгенде артериал гипертензия деген бөлім болған. Қазір кезде өкінішке орай Қазақстанның осы енді денсаулық сақтау министрі жағынан ол больницаға жатпайды, ол тек қана поликлиникада қаралу керек деп шешті. Негізі толықтай тексерулерден өту деген бағанағы 5 ағзаның қаншалық дәрежеде зақымдалып тұрғанын. Өйткені осы артериал қан қысым бір адамның өзінде күндізбен түнде ұқсамайды. Таңғы 6 мен 10-ның арасында жоғары болады. Түстен кейін 4 пен 8-дің арасында жоғарылайды. Түнгі кезде, сіз ұйықтаған кезде ол төмендеу керек. Өзінің солай бір толқыны немесе өзінің солай бір қағидасы болу керек. Сондықтан мен тұрақсызған басымен ауырам деп айтады біреулер. Түнде өлшесем, түсіп кетеді, таңертең тұрсам көтеріліп қалады деп. Оған қатты байымдаудың қажеті жоқ. Тіпті сіз екі жағын өлшеген кезде екеуі де екі түрлі шығу керек. Сондықтан сіз егер осыны байқасаңыз, кардиологқа барып, бірінші осы сізде бар ма, жоқ па? 24 сағат аппаратпен тәулік бойындағы өзіңіздің қан қысым жағдайыңызды түсінуіңіз керек. Содан кейін барып жүрекке, миға, көзге
осыған сәйкесті. Алдымен сіз қалай жаттығу жасауыңыз керек екенін білу үшін өзіңіздің состояниеңізді, өзіңіздің жағдайыңызды түсінуіңіз керек қой. Егер бәрі жақсы, тек қана жеңіл түрде болса, сіз көп спортпен шұғылдана аласыз. Жаңағы біз айтқандай, тек қана жаяу жүру, баяу жүру емес. Ол кезде сіз тез жүруге, жаттығуға. Соң барып, екіншісі, егер сізге осы диагноз қойылса, оғанда қатты бір қорқыныш алып, байбалам салып, стресске берілу керегі жоқ. Жүйке жүйесі құртпайды. Иә, өйткені сіз ауырдыңыз, ол шындық. Енді біз оны қалай осы қалыпта ұстауымыз керек. Өйткені не үшін біз емдейміз? Емдеудің негізі 3 түрлі біздің мақсатымыз бар. Біріншісі, адамдар мейлі дәрімен, мейлі дәрісіз артериал қан қысым деңгейін ойдағыдай денсаулығына зиян кетпейтін деңгейде ұстап тұру. Екіншісі, өмір сапасын, өмір салтын жақсарту. Өйткені бұл ауру мүгедектік, өлім қаупін әкелуі өте жоғары. Енді қазіргі уақытта көбінесе мына отырып жұмыс істейтін көбейді ғой. Сондықтан да осы да бір әсері бар шығар. Енді мен ойлаймын, ол сылтау шығар. Иә, ол сылтау шығар. Мысалы, тек қана жұмыс кезінде дене белсенділігіне айлану керек деген шарт жоқ. Сіз немесе таңертең ерте ыстықта неге сіз сұрайсыз, ыстық күнде қалай шығам? 24 сағат ыстық болмайды негізі. Таңғы салқын, кешкі салқында пайдалануға болады. Ал қыс 3 ай, 4 ай бойы қақаған аяз болмайды негізі. Күн шығып жақсы болып тұр. Ал сіз отырып жұмыс істеймін дейсіз, 8 сағат істейсіз, 10 сағат істейсіз, 24 сағат отырмайсыз. Сондықтан бұл енді адамның негізі ойлаймын, денсаулығын түсіну, өмір сапасын жоғарылату. Өйткені не үшін мен өзім негізі зерттеу бағытымда негізі осы артериал гипертензия, осы қан қысымымен көп айланысқан өзімде ұнатам. Өйткені бұл көп аурулардың түп себебі. Егер артериал қан қысымыңызды жақсы ұстасаңыз, жүрекке түсетін нагрузка аз болса, сіздің жүрегіңізде де, тіпті жүрек ауруыңыз болса да, стент қойылса да, оған шунт тігілсе де, клапан емдеген болсаңыз да, аритмия болса да, стимуляторыңыз болса да, ол сізге жақсы көмегін тигізеді. Мысалы, сахар, холестеринмен ауыратын адамдарды біз қан қысымын әдеттегі басқа аурулар бар адамнан төмен деңгейде ұстаймыз. Көрдіңіз ба? Соң тағы бір жағдай бар. Енді дене шынықтыру белсенділігі дегеннен айтып отырмын, пик-пик синдром дейді. Ұйқыда жатқан кезде тыныстың кенет тоқтауынан үнемі айтып отырады, қатты қорылдайсың. Сен ұйықтап жат, тынысың тоқтап қалады. Бұл да артериал қан қысымның екінші себебі. Бұл кісілер негізі кардиологпен, пульмонологпен жұмыс істеу керек. Сол үшін жаңа салауатты өмір деп неге айтып тұрмыз? Бірінші өзіңіз түсінуіңіз керек. Дене салмағым қандай, менің холестеринім қанша, сахарым қанша. Көбеме, мысалы, жылына 1 рет, немесе 2 жылда 1 рет, немесе 3 жылда 1 рет кемінде. Иә, соң ұйықтаған кезде, егер сізге біреу, сен қорылдайсың, қатты қорылдайсың, немесе ұйықтаған кезде тынысың тоқтап қалады десе, сіз міндетті түрде өзіңіздің давлениеңізді өлшеп көріңіз. Егер проблема болса, кардиологпен және пульмонологпен жұмыс істеуіңіз керек. Сол үшін енді бұны айта берсеңіз, себебі де көп. Яғни осы қан қысымы ауруының мүлдем жоғарылауын тоқтатуға болады ғой, яғни адамның өз қолында ғой, осындай шарттарға жаңағыдай әрекет етсе. Әрине, ең бастысы сіздің осы айтып отырған жағында дәрісіз емдеуге баса мән беру керек. Өйткені енді дәрі көп адамдар біріншіден қабылдағысы келмейді. Екіншіден қалай ішуді түсінбейді. Соң психологиялық жақтан оларға бір қиын шаруа сияқты болып тұрады. Мен үнемі дәрі ішіп жүрем ба? Сол үшін әсіресе алғаш анықталған, немесе жеңіл түрдегілер, немесе жаңағы риск фактор деп айттық. Өзің басқаралатын риск фактор болса, сонымен жұмыс істеуге болады. Мысалы, дене белсенділігімен айлансыңыз, дене салмағыңызды тастаңыз, темекі тартпаңыз, ішімдікке салынбаңыз. Ең маңызды әсіресе жастарда болатын тұрмыс ретті болу керек. Қатты шаршауға, түнгі ұйқының дұрыс болуы өте маңызды. Жазда жаңа айтып отыр ғой, неге жазда ыстық күнде
давление көтеріледі деп. Жазда түн қысқа, күн ұзақ, ұйықтамай жүреміз, ұйқы қанбайды көп адамдарда. Сол үшін денсаулық өз қолымызда ғой. Егер осылай дәрісіз дұрыс тамақтану, өмір салтын жақсылау, дене белсенділігімен айланыстыру, оған қоса дәрі ішкен кезде негізінен ол қан қысымды, өйткені біздің мақсатымыз да сол ғой. Оны өзінің деңгейіне түсіріп отыру. Ал енді бұл жерде ары қарай біз медицинамен көп айланыспаймыз. Сіздің өзіңізге ұнайтын қанша сіздің оны өзіңіздің кардиолог арқылы шешіп тұрасыз. Жалпы бір қалыпта ұстау. Соң енді дәрі деген соң тағы бір ескерте кететін жайт, көбінде 24 сағат әсер ететін, ұзақ уақыт әсер ететін дәрі ішуге кеңес беремін. Егер осы аурумен ауырсаңыз, оны ешқандай да өзіңізге рухани жағынан, өзіңізге бір мен ауру болдым, дәрі ішуім керек деп қатты бір мазасыздану қажеті жоқ. Созылмалы ауру бар адамдар көп негізі. Мысалы, әзір қалқанша бездің аурулары қаншама. Сол үшін айтарым, бірінші өзіңізді түсініңіз, кардиологтың кеңесінде болыңыз. Егер сізге дәрілік ем ұсынса, дәрі ішумен қатар, осы дәрісіз емді де тең алып жүргеніңіз әлде қайта дұрыс. Жақсы, рахмет үлкен. Және тағы да бір сұрақ, біз жоғары қан қысымы жайында айтып жатырмыз. Мысалы үшін кенеттен төмендеп кететін қан қысымы екеуінің айырмашылығы қандай, және олар қандай дене белсенділігімен айналысқан дұрыс? Төмен қан қысым деп отырғаны 60-та, 90-да 60-тан төмен адамдарды айтады. Мысалы, өлшеген кезде жаңа біз айттық қой, 140-90-нан жоғары болса, ол жоғары қан қысым. Ал 90-нан 60-та төмен болғанда төмен қан қысым деп. Енді ол төмен, меніңкі төмен екен деп, оларды шынықпай қойға болмайды. Оларға да дене белсенділік ұстырады. Енді ол жаңағымен шамалы қарама-қарсылау болады. Мысалы, қарапайым халықтың өзі айтады, кофе ішіп алсаңшы, чай ішіп ал, ашты чай, көрдіңіз ба? Сонсоң, мысалы, дереу тұрып чынығу емес. Ол кісілер, егер оянған кезде өзінің төмен екенін байқаса, кейбір кісілер 90-60 өзіне норма жүре береді. Ол 90-60 деген сөз міндетті түрде төмен қан қысыммен ауырдың деген сөз емес. Ол төмен қан қысыммен бірге өзінің клиникасы болу керек. Сонсоң, әрине ол себебін анықтап, кардиологтың емімен басқа, мысалы, жай кроватта жатып, немесе мысалы, өз-өзіне массаж жасау арқылы да қан қысымын көтеруге болады негізі. Өйткені ол периферияларға жұмыс жасау арқылы жүрекке баратын қанды көбейтеді. Бұлай қарапайым тілмен айтқанда. И сосын олардың шынығуы жаңағылерден басқаша болады. Мысалы, олар тез жүгіріп, біз жаңа барынша ақырын дедік қой. Мысалы, сен 5 минутқа тез жүгір, 5 минутқа ақырын жүгір. Екеуін алма кезек. Сонсоң олар жаңағындай, мысалы, біз ана приседания дейміз ғой, жатып ап басын көтеретін. Мысалы, сонсоң скакалка. Ол менде шынығуға болады. Бірақ бір көңіл бөлетін жайт, сіз шыныққан кезде шамал шашауыңыз мүмкін, шамал тер шығуы мүмкін, ол қорқынышты емес. Бірақ қатты ентігуге, одышка дейміз ғой, мысалы, қатты ентігуге ол кезде ары қарай жалғастырудың керегі жоқ. Сосын, мысалы, жүрек соғу жиілігі дейміз ғой, әзір бар адамда сағатпен әртүрлі өлшейді. 120-дан асып кетсе, қатты қиналсаңыз керегі жоқ. Соң енді өте ұзақ вақыт емес, 30 минут шамасында. Мысалы, 5 минут тез жүгіріңіз, 5 минут ақырын жүгіріңіз, шамал байқаңыз, екеуін алма кезек байқаңыз. Соң жаңағындай скакалкамен секіруге, жалпы енді осы жүгіру деген біз жақсы көретін спорттың түрлері ғой. Соң суда малтау. Ең оңай түрі ғой, ешқандай да қаражаттың да қажет емес. Мысалы, жерге барудың да керек емес арнайы. Өткенде бір кісі айтады, мамам 1-ші этажда тұрады, мен оны далаға шығара алмаймын. Соң мен айтамын, неге 3-ші этажға шығарып қоймайсың? 3-ші этажға шығарда, соң өзі барып бір мұсыр төксін, и барып нан алып келсін. Немесе немересін сәдіктен алып келсін. Көрдіңіз ба, ол ақырын түседі. Ол кісі жүгірмейді ғой. Күніне 3 уақыт кіріп, шығып, сіз айтқандай баспалдақтан көтерілу де бар, жүру де бар. Соң үшін мен айтам ғой, адам егер істейм десе, бәрі өзі өз қолында. Жалпы түсінік аз сияқты меніңше. Өйткені ол егер денсаулық керек болса,
сапалы өмір сүргісі келетін адам қан қысымын жақсы контролдау керек. Өйткені ол көрінбейтін, жаңа сізге айттым ғой, көрінбейтін келелер, мысалы өлтіруші деп жап-жақсы жүрген сияқты болады. Кенеттен көтерілген кезде, мысалы ми, жүрек, бауыр, көз, ол қай-қайсысы болса да үлкен қан тамыр, қай-қайсысы болса да адам өміріне төте қауіп төндіреді. Бір жолата мысалы қайтыс болып өмірін алып кетпесе де, мысалы инсульттан кейін, инфаркттан кейін қаншама адамдар бар. Өмір сапасы төмендеп кеткен, жұмысқа жарамай жатқан. Сол үшін енді сіздің мына программаңызға өте қуаныштымын. Өте қарапайым халыққа өте керек. Өйткені біз дәрі берген күннің өзінде де біз де сіздер сияқты айтып отырамыз. Дене салмағыңды қадағала, дұрыс тамақтан, сосын кейін барып айтатынымыз дене белсенділігі, дене шынықтыруды үздіксіз ретті түрде жалғастыру. Бір аптаның 7 күн емес, бірақ кемінде 4-5 күн. Ал бір ретінде жарты сағат. Менің қорқатыным кей кезде кейбір кісілер болады, салып ұрып шығады да 5-6 километр жүгіреді, сосын ертеңінде келеді. Мен жүгіріп едім, сіз айтқан, мен айтам, сосын айтады, мен кеше 2 сағат жүрдім. Көрдіңіз ба? Қандай кезде шыныққан дегенде негізі тамақтан кейін 1-2 сағаттан кейін шыныққан оларға абзал. Өйткені 1-2 сағаттан кейін тамақ қорытылып бастайды ғой, қандағы сахардың деңгейі жоғарылайды. Сол кезде шыныққан оларға тиімді. Енді жаңа тамақ десе, өмір салты десе, дене шынықтыру десе айтатынымыз, қатты тойып алғаннан шынығуға болмайды, оны бәрі біледі. Жалпы отыра бергенге қарағанда жүрген дұрыс. Әрине. Сондықтан енді сіздің оқырмандарыңызға да, естіп отырған өзімнің науқастарыма да, жалпы осы қан қысымы аурулармен, немесе созылмалы аурулармен ауыратын, осы естіп отырған, көріп отырған барша тыңдармандарға, көрермен айтарым, денсаулық өзіміз үшін. Сол үшін бірінші өз жағдайыңызды түсініңіз. Егер сізге осы диагноздар қойылып жатса, қорықпаңыз. Медицина дамыды дегенмен, мен ойлаймын, бәрі өз қолыңызда. Айтады ғой, сақтансаң сақтаймын. Сол үшін ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде деген жақсы бір сөз бар. Сол жолды қалай іздеу керек? Соны бірі дұрыс іздеу керек, екінші соны дұрыс жалғастыру керек. Сондықтан тағы да айтарым, дене белсенділігімен шұғылдану керек, бірақ оны ретті түрде, табандылықпен, саналылықпен жалғастыру керек. Бір күн салып ұрып 5 километр жүріп, терілеп, құлап, 5 күн дем алып, ол сізге кері әсерін тигізбесе, тигізер пайдасы бар деп айта алмаймын. Рахмет үлкен. Жаңа айтып кеттіңіз, науқастарыңызға осылай дене шынықтырумен айналысуға кеңес бересіздер деп. Өздеріңіз сұрағанда қаншалықты олар жиі осы ауруларын білгенше айналысқан айтады? Қатты жиі деп айта алмаймын. Бірақ бір рет қатты ауырған, немесе жақындар ауырған, қайтыс болған деп айтуға болады. Жалпы ол кезде адамға түсініп келеді. Сол кезде мен осылай жасап жүрмін деген адамдар болады. Бірақ Аллаға шүкір соңғы кезде, әсіресе ковидтан кейінгі жағдайда дене белсенділігімен айланысатын адамдардың көбейгенін байқадым. Олардың бәрі жүгіріп жүр деп айтпаймын. Мысалы, кейбіреу бұрын тастап кеткен дене шынықтыруын қайтадан қолға алған. Мысалы, үлкен кісілер айтады, немеремді өзім ертіп шығам. Олар жүгіріп ойнағанда сағатқа қарап жүретін болдым. Көрдіңіз ба? Бұның өзі оның түсінік қалыптасқаны. Бұрын ол қаншалық жүріп жатқанын, жүрген-жүрмегенін ұқпайды. Ең қуантарлығы жастарда дене шынықтыру өте жақсы етек алған. Бірақ өкініштісі, әйел адамдар шамалы жалқаумыз. Олар ойлайды, мен азанда тұрам, үйді жиям, тамақ жасайым, жүк жиям, үйдің ішінде пәлен километр жүріп тастайым. Ол дұрыс емес. Өйткені ол дене шынықтыру емес қой. Сіз арнаулы түрде қайта сол жұмысыңызды істеп алып, демалып алғаннан кеште бәрі шыныққалы кеткенде сізде шығып жүруіңіз керек. Дене белсенділігімен тек қана фитнес немесе арнайы спорт залдарда емес, жалпы мына саябақтарда, далада, көшелерде де айналыса аласыздар. Әрине, ол тіпті ең керемет дене белсенділігі. Жүру. Таза ауада ғой. Таза ауада жүру, баяу жүгіру. Ол бір жағынан ең ұзы да демалдар ғой. Рахмет үлкен сұхбатыңызға үлкен рахмет.
мына көрермендер, тыңдармандарымыз сіздің кеңестеріңізге құлақ асады деген сенімдемін. Қорыта айтқанда, дене белсенділігі қан қысымын қалыпқа келтіріп қана қоймай, ең бастысы артық салмақтан арылтып, жүрек жұмысын жақсартады және стрессті төмендетеді. Сондықтан да осы 3 фактор, яғни қажетті салмақ, мықты жүрек және жақсы эмоционалдық жағдай мына сіздің қан қысымыңызға оң әсер етеді. Сондықтан да күнделікті дене шынықтырумен, дене белсенділігімен айналысып, өз денсаулығыңызды бақылай біліңіз және түрлі аурулардың алдын алуға тырысыңыз. Жақсы, сау болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.